Ассаламағалейкум, ардақты көрермен, эфирде ақшам алаңы, студияда Үмбет Әлімеймеш. Қазақ армиясы отан алдындағы борышын өтеуге бүгінгі жастардың қол ұшын сығандай, жалпы әскерге баруға кімдер ынта білдіреді? Осы тақырыпты талқылау үшін бүгін студиямызға Қазақстан Республикасы ұлттық ұланы, оңтүстік өңірлік қолбасшысының тәрбие және әлеуметтік құқықтық жұмыстар жөніндегі орынбасары полковник Ниязтай Әлкеш мырзаны шақырып отырмыз. Ниязтай Болатұлы, қош келдіңіз студиямызға. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Жақында Алматыда жас сарбаз, жас өспірімдер әскери патриот қозғалысының филиалы ашылмақ екен. Осы жас сарбаз қозғалысының жалпы жұмысы не, маңыздылығы не, мақсаты не? Енді біздің елбасымыздың 5 қазандағы жолдауында, былтырғы жылдың 2018 жылғы жолдауында 5 қазандағы осы 2019 жылды жастар жылы деп жариялаған болатұғын. Осы жастар жылының аясында бірнеше, мысалы, жастарды жұмыспен қамту 2020 деген, және де әскери патриоттық тәрбие беру туралы мәселелерді көтерген болатұғын. Соның аясында біз енді осы кеше күндері қала әкімі Байбек мырзаменен осы қорғаныс министрінің өзара меморандумға қол қойысып, осы жастарға әскери патриоттық тәрбие беру жөнінде мәселе көтерілді. Бізде ұлттық ұланның әскери қызметшілері осы бағдарламаны, осы кімнің елбасымыздың талабын орындаймыз деп, осы Алматы қаласында бірнеше мектептерде, енді айта кету керек, 20-ға жуық мектептерде жас ұлан атты әскери патриоттық беретін класстар аштық, сыныптар аштық. Енді біздің мақсатымыз не? Бірінші, елбасының тапсырмасын орындау, әскери патриоттық беру. Екіншіден, біздің әскердегі әскери өмірімізді іштен көрсету. Өзіміздің жастарды, біздердің осы қатарымызда ұлттық ұланда атқарып атқан, өзіміздің осы елбасының жарлығыменен жоғарғы марапаттарға ие болған әскери қызметшілермен таныстыру. Сол арқылы осы өз отанын сүйгіштікке, отанын қорғауға сезімдерін ояту. Жалпы патриот болуға баулу. Келісім аясында Алматының әр ауданында кәсіби әскери салаға даярлайтын 8 сынып ашу көзделіп отыр екен. Бұл қандай маңыздылығы бар? Енді жаңа айтып өткендей, сол біздер осынау білім беру департаментімен келісіп отырып, осы орта білім мектептерінде осындай сыныптар ашып жатырмыз. Жаңағы айтып өткен, сол ең бастысы патриоттық сезімдерін ояту. Отан сүйгіштік, біздің еліміз кең байтақ, ата-бабаларымыз осы білектің күшімен, найзаның күшімен алған жерлерін, осы Қазақстан бүкіл әлем бойынша 9-шы орын алады территориясы бойынша. Әлемде. Осыны қорғайтын біздің ер азаматтар, жігіттер. Соларды енді... Жаңағы сыныптарда не оқытылды сонда? Біздерде сыныптарда бірінші оқытатын енді өздерінің бірінші білім беру нелері, пәндері, кәдімгі мектеп. Ал енді бұлай әскери жағында келетін болсақ, біз осы оқушыларымыз үшін әскери бөлімдерде, осы бізде Алматы қаласында 4-5 әскери бөлім орналасқан, сол әскери бөлімдерде ашық есік күндерін ұйымдастырамыз. Сонда біздің бүкіл техника, қандай техникамыз бар, қару-жарақтарымыз бар, соларды көрсетеміз. Бізде оқу дайындық полигоны бар. Сол полигонға барып, егер енді ата-аналармен келісіп отырып, білім беру департаменті келісіп отырып, оларға алғашқы әскери дайындық көрсетеміз. Атуға да мүмкін береміз. Енді ол өздерінің дайындықтарына қарай. Оқушыларға. Қай сынып көбінесе? Көбінесе біз үлкен класстарды алдық. Үлкен сыныптарды. 9-шы, 10-шы, 11-ші класстар. Өйткені біріншіден жаңағы патриоттық сезім ояту, екіншіден
біздің өзіміздің ұлттық ұланның әскери институты бар. Сол институтқа насихаттап оқуға шақыруға. Олар болашақ біздің отан қорғаушыларымыз, мүмкін орталарында ертең үлкен генерал жүрген шығар деген сияқты. Өйткені біздің мынау институтта айта кету керек, әскери білімнен қатар жай мысалы біздің тәрбиеші, егер мен өзім тәрбиеші болғаннан кейін тәрбиеші мамандығын алып шығатын болса, оған қатар педагог, психолог деген білім алып шығады. Мысалы, не дейміз ғой, командир, взвод командирлары несін білімін алып шығатын болса, олар механик, инженер деген. Егер біздің әскерден 10 жылдан кейін мысалы өзі жай жұмысқа егер ауысам деген ниет болса, армиядан кетіп, ол далада қалмайды, өзінің екінші біліміменен барып қызметке тұруына болады. Түсінікті. Жастардың жалпы армияға баруға деген құлшынысы қандай өз бүгінгі таңда, шынын айтыңызшы? Шыны керек, қазір енді көбінесе жастардың құлшынысы жақсы, но бірақ та денсаулықтарына қарай көбісі өтпей қалады. Ондай мәселе бар. Неге денсаулықтарына? Оқушы, жап-жас? Кезінде енді көрдіңіз бе, біздің қазіргі әскерге келіп жатқан жастардың ол 2000 жылдары, 99 жылы, 98 жылы туылған балалар. Олардың енді көбінесе біздің көбісінің аяқтарында плоскостопия дейміз ғой, майтабан. Сонымен өтпей қалып жатады. Осы майтабандарды сапасыз аяқ киім кигендіктен деп өзім сөйтіп ойлаймын. Жаңағы майтабан деп отырсыз ғой, майтабандарды бір кезде армия қатарына тарту керек. Тіпті ары бері жүгірмесе де біреудің оқ-дәрісін оқтап беруге жарайды деген бір әңгімелер көтеріліп еді ғой. Майтабанның да өзінің бірнеше несі болады, деңгейі болады. Ең төменгілер ол өтпейді. Мен айтпаймын, майтабандар неде әскерде барлығы бармайды деп. Бәрі бармайды деп олай айта алмаймын. Но бірақ та айтқан кезде ең үлкен несі андай. Енді аяқ киім, біздің кигенде өзіміздің арнайы аяқ киімдер бар ғой, әскери аяқ киімдер. Ол біздің жай киіп жүрген туфлиларымызға болмайды. Ондай болмайды. Сондықтан оларға кішкене қиындау болады, сол жағынан өтпей қалып жатады. Жалпы әскерге барам деушілер бар. Біз қазір өзіміздің әскер жылда осы жастар қорықпайды. Қорықпайды. Қазір жылына осы оңтүстік өңірлік қолбасшылығы туралы айтқанда 1000-нан артық жастарды осы әскер қатарына аламыз. Көпке топырақ шашпай-ақ қояйын. Қазіргі жастардың жалпы сіздің енді рухы әлсіз емес па? Кейбіреулері бір армияға барудан қорқақтап жатады, себебі түрлі жағдайларды естиді. Енді салыстырмалы түрде алатын болсақ. Мен сіздің сұрағыңызды түсіндім. Енді мысалы қазіргі жастардың рухы төмендеп, мен бәрі бірдей деп айта алмаймын. Бәрінің рухы төмен. Әрине бәрі бірдей. Олай болмайды. Енді біресе-саран араларында бар шығар. Но біздің бізге ұлттық ұланға сарбаз болып келгендер өздерінің рухтары биік екенін осы күнге дейін дәлелдеп келе жатыр. Біздің жаңа айтып өттім ғой, біздің қатарымызда бірнеше сарбаздар бар. Айбын орденімен марапатталған. Мысалы Ербол Атарбаев, білесіздер, 2011 жылы 19 жасында ғана 22 қылмыскерге өзі жалғыз өз тойтарыс берді. Ақтөбедегі оқиға. Ақтауда оқиға. Мысалы, қазір Алматыда қызмет атқарып жатыр Жандос Баянбаев деген. Ол да, мысалы, өзін жанын, жолдастарын қорғап қалу үшін неге қылмыскерге қарсы шықты. Егер ол қылмыскерден қорықпаған кезде қашып кетсе, немесе тығылып қалса, онда оның жолдастары қылмыскер, қарулы қылмыскер. Мүмкін басқаша болатын жағдай. Ара-тұра естіп жатамыз ғой, жасырын емес, енді армияда түрлі жағдайлар болып жатады. Суицид жасалды дейді, өлді, таяқ жеді, ұрды, сабады деген әңгімелер шығып жатады, бар, өтірік емес. Осындай оқыс жағдайлар жалпы армияның имиджіне қаншалықты нұқсан келтіреді? Мысалы, енді жаңа суицид деп отырмыз ғой, суицидті әскер ол қоғамның айнасы. Қоғамның айнасы. Біз мысалы
әскерде жүргеннен кейін біз мынау бұқаралық ақпарат құрал нелерінде көз алдындамыз. Біздің мысалы әскерде егер біреу суицид жасаса, соны бүкіл бұқаралық ақпарат құралдары көрсетіп, әскерде осындай болып жатыр деп айтады. Мысалы қоғамдағы қаншама не болып жатыр, суицид болып жатыр. Оны ешкім көтеріп жатқан жоқ. Мысалы, ал енді былай қазір қол несі әлімжеттілік жасау, бір-бірін ұрып соғу деген қазір мынау армияда, жалпы армияда, оның ішінде ұлттық ұланда ондай жоқ. Мені осы лауазымды адам ретінде мен оған өз сөзімде жауап беремін. Мысалы бізде әскери прокуратура бар, біздің үстімізден қарайды. Әскери прокуратура бар, әскери тергеу басқармасы бар, біздің өзіміздің әскери полиция бар. Мен айтпаймын, біздің қатарымыздағы ыңғай ер адамдар, ер жігіттер. Енді мысалы үйде 5 ұл тәрбиеленіп жатса, олардың ортасында да кикілжің болады. Мысалы туған туысқандардың өзінің арасында. Біздің ортамызда бар ондай. Заңдылық дейсіз ол? Иә, ол бір-біріне келіспей қалады. Егер ондай керемет бас жарып, мысалы біреуін қатты зақым келтіріп жатса, ол жауапқа тартылады. Біз сондықтан оларда тәрбие жұмысын жүргіземіз. Кімдер жаңағы әскери тергеу органдары, олар қатысады, олар ақпараттық сағаттар жүргізеді, олар тәрбие жұмысын жүргізеді бізбен қатар. Сондықтан біз алдын ала ескерту жұмыстарын жүргіземіз. Мысалы біздің қазір есіңіз айта өтейін, осы кейінгі 7 жылда біздің әскери қызметшілер, мерзімді қызметшілердің арасында қылмыс деген болған жоқ. Бір-бірін ұрып соғу деп қылмыс болған жоқ. Оған жол жоқ. Ал енді мынау келісім шарттардың ортасында бар, ол тағы да әскери қызметіне байланысты емес қылмыстар жасайды. Олар жеке бастардың өздерінің қылмыстары. Әскери қызметке ешқандай байланыс жоқ. Сондықтан мен қазір айтып өтетін, егер әскерден біреу осылай әскерде ұрып соғады екен, өлтіріп жатыр екен, немесе тағы да бір әлімжеттік жасап жатыр екен, бірдемесін тартып алып екен, одан қорықпаңыздар деп айтқым келеді. Ата-аналар қорқады ғой әсіресе. Әрине, ата-аналар енді бәрі қайтадан айтайын, осы ақпараттық құралдардан көріп алады дағы, мысалы бір жерде бірдеңе болса, ол бүкіл армияның осы жағынан имиджіне кішкене нұқсан келтіреді. Осы ақпараттық құралдарда бәрі бір сарбаз өліп қалды, содан оны әлеуметтік желілерге салып жібереді, әлеуметтік желілерде неше түрлі пікірлер кетеді. Сонда бәрінде армияның бәрінде өлтіріп жатыр, армияның бәрінде бүйтіп жатыр деп. Негізінде жалпы 99% әскери бөлімдерде нелерде тыныштық. Әскерге балалардың қорықпай келуіне болады. Бүгінгі жастардың отан алдындағы борышын өтеу парыз екенін санасына қалай сіңіріп жатырсыздар? Мысалы, біздер біріншіден жаңа айтып өттім ғой, бізде өзімізде ақпараттық насихаттау тобы құрылған. Ол бірінші. Ол мектептерге барамыз, ауылды жерлерге барамыз, институттарға барамыз. Жылына қанша рет барады? Кем дегенде 3 айда 1 рет барады. 3 айда 1 рет барады, әрбір өңірден мектептерге барады. Содан кейін бізде елбасы сабағы деген бар. Елбасы сабағын мектептерге барамыз, нелерге, арнайы оқу орындарына барамыз. Сонда біздің осы еліміздегі жетістіктерді насихаттаймыз. Өзіміздің тарихымызды, еліміздің тарихын насихаттаймыз. Содан кейін, енді әскери адам болғаннан кейін өзіміздің әскерімізді, ұлттық ұланды насихаттаймыз. Ұлттық ұланда осындай қызмет атқарып жатыр. Ұлттық ұланда осындай біздің нелеріміз бар, батырларымыз бар. Қазіргі заманның батырлары. Ербол Атарбаев, Баянбаев, бізде халық қаһарманы бар, Қайрат Үмбетов бар. Солар туралы айтамыз. Сол арқылы сонан кейін біз әскерге барып келген жастарды өзіміздің шартты қызметке шақырамыз. Олар
шартты қызметке келеді, олардың соң бала шағаларын, туған туысқандарын біздің жаңа айтып отырмын ғой жоғарыда ашық есік күндерін жайлаймыз деп. Содан кейін біз өзіміздің сарбаздардың өмірін ішінен көрсетеміз. Ішінен олардың жейтін тамағы, жататын орындары, олар қандай нелермен қамтамасыз етілген. Әлеуметтік жағынан болсын, жалпы тұрмысын көрсетесіз. Тұрмысын көрсетеміз. Иә, ашық. Енді айтып отырсыз жаңағы әр маусым, 3 айда бір деген әр маусым жылына 4 рет дейікші. Иә. Мектепте оқушылармен кездесу. Енді ара кетсе 1-2 сағатқа созылады. Бір ақпараттық жұмыстар мүмкін аздық етпей ме осы жылына 4 рет кездесу деген? Ол мен айтып отырғаным, ол біз шығып істейтін ақпараттық насихаттар. Ол әскери бөлімнен шығады. Иә. Шығып істейтін. Ал біз тағы да шақырамыз ғой. Шақырасыздар, бірақ барлық келе бермейді ғой енді. Мысалы, жоқ, барлық келе бермейді деген ол дұрыс болмайтын шығар енді. Мысалы, біз көбінесе енді мынау келе бермейтін болған кезде жазғы каникулдар күндері, демалыс күндері оқушылар келе бермейді, рас. Иә. Ал мынау оқу жылдарында олардың арнайы не деген бар ғой, әскери дайындық деген пәндері бар. Сол бағдарламаның аяларында, сол пәннің аяларында келіп мектепте үлкен немен қызығушылықпен келеді. Үлкен қызығушылықпен келеді. Біздің ана қару жарақтарды көреді, біздің техниканы көреді, олардың ішіне отырып көреді, қолдарына ұстап көреді. Содан кейін біздің олардың бәріне қызықтағы. Мысалы, біздің солдаттарды көбінесе біздің ата-аналарымыз осы әскери присяга дейміз ғой, сол неге қабылдауға келген кезде көбінесе ата-аналар келеді. Сонда бәрі ойлайды, енді бізде әскерде қандай тамақтандырады десе, көп сөйлейді, бұрынғы баяғы перловка, содан кейін көже бірдеме беретін шығар деп. Мысалы, біз салонға кіріп, өзіміздің асханаларға кіргізіп көрсетеміз. Міне солдат мынандай тамақ жейді, мынандай тамақ жейді, оның рационы мынандай, калориясы мынандай деп бәрін көрсетеміз. Вот енді біздің күндер балалар тамақ барлығы дұрысталды, ешқандай қандай мәселе бар? Қазір солдаттарға жалпы біздің офицер болсын, келісімшарт бойынша қызметкерлер болсын, сарбаздар болсын, мысалы бізде ең керемет бір мынандай тұрған мәселе болған, ол баспана мәселесі болған. Қазір 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап ол мәселе уже шешілді. Мысалы, әскери баспана деген бағдарлама бар. Иә, әскерилердің негізгі мәселесі сол секілді. Сол, оны шешілді. Мысалы, біздің әскери сарбаздардың, келісімшарт қызметшілердің, офицерлердің жалақыларын былтырғы жылдан 25%-ға көтерді. Қазір біздің жалақыларымыз мемлекеттік қызметкерлердің арасында жоғарылардың бірі, біздің жалақымыз. Енді мен айтпаймын, біз керемет бір миллиондап табамыз деп, но біздің мысалы бірінші келген шартты қызметке келген әскери қызметші кем дегенде 100 мың алады. Айына. Содан кейін егер ол отбасылы болса, немесе даже жеке басында болған өзіне, осы Алматы қаласында мысалы оларға 40 мың теңге өзінің несі бойынша, үй мәселесі бойынша өзінің арнайы ашылған есеп шотына ақша аударылып отырады. Иә, ол түсінікті. Бүгінде жалпы әскери билет алудың қандай жолдары бар? Жаңағы 1 жыл армияға бармай. 1 жыл армияға бармай, енді бір не бар? 24-ке заң бойынша 24-ке толған жастар әскерге бармаған. Енді ол өзінің семья жағдайымен бармай қалуы мүмкін. Немесе оқып осы уақытқа дейін әскерге бармай қалған болса, немесе тағы да басқа бір жағдайлармен әлгі айтады ғой, үйінде жалғыз асыраушысы болса мысалы. Ондай адамдарға 24-тен 27 жасқа дейін военкомат арқылы өздері ақылай қызмет атқарады. Бұрын енді қазіргі нақты құнын айта алмаймын, былтырғы жылдары 260 мың көлемінде болған. 260 мың. Соны төлеп 24 жастан бастап әскери билет алады. Ол заңды түрде. Ал енді басқа жолы тек қана әскерге келіп, бір жыл болғанда 12 ай қызмет етіп, мерзімді қызмет атқарып, әскери билет алып атады. Оқып қана билет алу, қысқасы әскери өмірді көрмеу толыққанда. Бұл бір жігіттің жігерін мықтай ала ма?
Енді мен өз басым енді 12 ай өткен дұрыс қой негізі. Негізі 12 ай өткен дұрыс. Ал енді жеткілікті ма осы 12 ай? 12 ай енді қазіргі таңға жеткілікті. Біз 6 айдан оларды оқытамыз. 6 айға дейін оқытамыз оларды. Олар бастапқы әскери дайындықты өтеді. Одан кейін қызметке дайындаймыз. Одан кейін әрі қарай енді где-то былайша айтқан кезде 7-ші, 4-ші, 5-ші айдан бастап олар уже толыққанды қызметтерін атқарып жатады. Біздің әскери ретінде. Әскери қызметтерін атқарып жатады. Біздің әскери қызметшілер мысалы Алматы қаласында қоғамдық тәртіпті күзетеді. Мынау түзеу мекемелерін біздің сотталғандар отырған соларды күзетеді. Қаншалықты осы ұлттық ұланның әскерлері көшедегі бір қылмысты ашуға немесе заң бұзушылықты анықтауға септесіп жатыр? Біздің бар ма ондай статистика? Әрине бар. Біздің әскери қызметшілер күнделікті әскери осы Алматы қаласында осы мысалы біздікілер Таразда тұр, Талдықорғанда тұр, Қызылордада тұр, Шымкент қаласында тұр. Күнделікті әскери жауынгерлік қызметке шығады, қоғамдық тәртіпті күзетуге. Біздің әскери жас сарбаздарымыз, 18-19 жастағы сарбаздарымыз қылмыскерлерді ұстап жатады. Мен айтпаймын, күнде қылмыскер ұстайды деп. Бірақ біздің әскери жасақтарға көшеде келе жатса, мысалы біреудің бірдемесін ұрлабаса, келіп бірінші соларға айтады. Көмек сұрайды солардан. Біздің сарбаздар жедел түрде бірнеше нелер болды, осындай жағдайлар ашқан. Айтамыз ғой, по горячим следам деп. Қылмыстың ізін суытпай. Ізін суытпай, сөйтіп ашқан кездер болды. Мысалы, жоғалып кеткен баласын жазып біздің келіншектеріміз далаға алып шыққан кезде баласы өз бетімен кетіп қалса байқамай қалады кейде, жоғалып кетеді. Онда біздің сарбаздардың тауып бергендері бар. Естай, Болатлы, түйін ретінде айтыңызшы, жалпы әскери саладағы имиджді көтеру үшін, жастардың отан алдындағы борышын өтеуге деген құлшынысы арту үшін не жасалу керек, не ескерілу керек? Қысқаша ғана жауап беріңізші түйіндеп. Ең бастысы, мен өзім ойлаймын, мен осы қағиданы ұстанам, біз ақпараттық бұқаралармен бірігіп жұмыс істеуіміз керек. Көбінесе біздің өзіміздің осы ақпараттық құралдардан біздің жастар не алады, мәлімет алады. Ол бір. Екіншіден, өзіміздің әлеуметтік желілерде біз өзіміздің парақшамызды салып қойғанбыз, ашып қойғанбыз, сол парақшада біз өзіміз болып жатқан, атқарылып жатқан істерді көрсетеміз. Қысқасы, әскери саладағы мәліметті дер кезінде беру, ашық болу керек, насихат керек. Әрине. Сіздерге демек қазір насихат жетісіп жатыр деп толыққанды айтуға болмайды? Әзірше толық болмайды олай. Жақсы, Естай Болатлы, студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Құрметті көрермен, бүгін Ақшам алаңы бағдарламасында ұлттық ұлан оңтүстік өңірлік қолбасшылығы қолбасшысының тәрбие және әлеуметтік құқықтық жұмыстар жөніндегі орынбасары полковник Естай Әлкеш мырза болды. Аман сау болыңыздар.